Тәуелсіз тоғысында маңызды оқиғалар. Менің оқиғам флешмобын мен қазақ тілі пәнінің мұғалімі Абдурахманова Индирадан қабылдап алдым. Енді осы тәуелсіздігімізге 25 жыл толуына байланысты менің қандай жетістіктерім бар, маған қандай оқиға ерекше қалды деген сұраққа менің ойымша 2013-2014 оқу жылдарында Финляндия мемлекетінде болашақ президенттік бағдарламасымен оқып келуім болып саналады деп ойлаймын. Оның арқасында мен өзімнің көптен жете алмай жүрген ағылшын тілі деңгейімді көтеріп алдым. Қазір еркін ағылшын тілінде сабақ беріп сөйлей аламын. Екінші, ақпараттық коммуникациялық технологиялардан көп нәрсе үйрендім. Соның бір мысалы Flipped Classroom деген технологияны қазір сабағымызда, мектебімізде, жүйемізде қолданып жатырмыз. Одан басқа білім жүйесінде басқару модельдерін үйреніп келдім. Соның арқасында қазір басқаруымыз жеңілдеп, бір жаңа талапқа сай келді деп ойлаймын. Және ең ерекше үйренген нәрсем ол зерттеу жұмысын жасау. Осы зерттеу жұмысын жасаудың арқасында мен 3 ғылыми зерттеу жұмысымды жазып, оны халықаралық конференцияда ағылшын тілінде беріп келдім. Мысалы үшін математиканы ағылшын тілінде беру, артықшылықтары мен кемшіліктері деген зерттеумен ең соңғы барып келген жерім ол Ирландияда, Дублин қаласында конференцияда ұсындым. Енді осы флешмобты мен келесі адамдарға жалғастыруды ұсынамын. Біріншісі Пайыз Фермек, ол біздің мектебіміздің директоры. Екіншісі Келексаева Нана Александровна, интернаттың меңгерушісі. Жалғаспаева Салтанат, Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі. Хамитова Лиза, физика пәнінің мұғалімі. Одан кейін Шарау Айболат, біздің айтишник маман.